сұрыптау және қайта өңдеу мәдениеті. Қазіргі таңда қоршаған ортаның ластануы адамзат алдында тұрған маңызды мәселенің бірі. Күнделікті тұрмыста пайдаланылатын қағаз, пластик, шыны, металл және басқа да заттар қоқыс ретінде көп мөлшерде жиналады. Бұл мәдениетті бала кезден қалыптастырудың маңызы ерекше. Қалдықтарды сұрыптау қоқысты түріне қарай бөлек жинау. Мысалы, қағаз және картон, пластик, шыны, металл, органикалық қалдықтар қайта өңдеуге келмейтін қалдықтар болып бөлінеді. Қалдықтарды арнайы жәшікке бөліп жинау олардың қайта өңделуіне мүмкіндік береді. Мысалы, пайдаланылған қағаздар және қағаз өнімдерді пластиктен әртүрлі тұрмыстық заттар, шыныдан жаңа шыны бұйымдар жасауға болады. Қайта өңдеудің пайдасы өте көп. Біріншіден, табиғи ресурстарды үнемдейді, екіншіден, қоқыс көлемін азайтады, үшіншіден, қоршаған ортаның ластауын төмендетуге көмектеседі. Сонымен қатар, энергия мен шикізатты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қалдықтарды сұрыптау мәдениеті қалыптастыруда балабақшаның да рөлі өте зор. Мектепке дейінгі жастағы балаларға бұл тақырыпты қарапайым әрі ойын арқылы түсіндіруге болады. Мысалы, қай жәшікке саламыз, қоқысты сұрыпта, пайдалы затқа айналдыр сияқты ойындар ұйымдастыруға болады. Балаларға қағаздың бір жәшікке пластиктің, екінші жәшікке шыныны, үшінші жәшікке металды осылай салынатынын көрсету арқылы сұрыптау дағдысын қалыптастыруға болады. Сонымен бірге қолданылған қағаздан түрлі қолөнер бұйымдарын жасау баланың шығармашылығын дамытып қана қоймай заттарды қайта пайдалануға маңызын түсіндіреді. Тәрбиеші балаларға табиғатты қорғаудың қарапайым ережелерін үйрету қажет. Қоқысты жерге тастамау, заттарды қайта пайдалану, қағазды үнемдеу, пластикті мүмкіндігінше аз қолдану және қалдықтарды арнайы орынға жинау. Балалар, бүгін біз қағазды қайта өңдейміз. Қағазды қалай өңдейміз? Ол үшін бізге қоқыстардың ішінен жаман тасталған қағаздарды жинап